Паристе кечірілген Марин Ле Пенге қаршы наразылық нумайышы низамның бозылуынен бітті. Наразылар бүгін Зенит мейданында Кремль тарафдары олған намзетке кечірілмесі планлаштырылмаған қол тұтув акциясына қаршылығыны білдірген еді. Акцияда зенаат бірліклері ве сол радикаль ферқаларының векелері іштірак етті. Қара урбаға киінген ве маскаларны таққан бір қач наразы полиция хадимлеріне туман қылычларыны атқан екен. Олар есе көзяштырыжы газны қоланып жевап қайдарған еді. Хатырлатам, март айында Ле Пен Москваға келіп, Путиннен көрішті. Русия пайтақтында Франкистанның президент намзеті сайлавларда Галебе қазанса егер, Кремльге қаршы жезалар керексіз олайжағы ве оларны ләғу етежегі ақында білдірген еді.